Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын ұн-қуырдақ жасайтын боламыз. Бұл тағамды басқаша суйлан деп те атайды. Оны көбінде моңғол елдерінде өте көп жасайтын тойымды тағамдардың бірі болып табылады. Бүгін сіздермен езілмей пісетін құпия бір жолымен бөлісетін боламын. Ең әуелі қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызды құйып, үстіне тұз саламыз, бір жұмыртқа саламыз да осы барлық қоспамызды жақсылап шанышқы немесе қасықтың көмегімен осылайынан міне араластырып аламыз. Одан кейін жақсылап араластырып болғаннан кейін біз ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнды біз барлығын бір жолда салмаймыз, бөліктерге бөліп осылай аз-аздан салып, венчикпен араластырып отырып қамырымызды дайындайтын боламыз. Сол кезде ұнымызды аз-аз бөліктен салып, осылай венчикпен араластырып қамырды елеген кезде бізде қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, және де артық мөлшерде ұн да қосып қоймаймыз. Қамырымыз қоюланып жиналғаннан кейін осылайынан қолымыздың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымызды өте жақсылап июін қандырып тұрып илеу керек. Осылайынан үстінен қолыңызбен бастырып қамырды жақсылап илеңіздер. Сол кезде біздің қамырымыз өте дәмді болып шығады. Міне қараңыздар, менің қамырым дайын болып қалды. Осындай міне жұп-жұмсақ болып шықты. Енді мен қазір қамырымның бетін жауып, шамамен 15 минуттай қойып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз одан сайын жұмсақ болады. Қамырымызды қойып қойдық. Енді қазір басқа қоспаларын көрсетемін. Қараңыздар, мен етті осындай үлкен-үлкен бөліктерге турап алдым. Осылай үлкен қылып турасаңыздар әдемі болып көрінеді. Одан кейін мен құйрық май, яғни күрдек қолдандым. Күрдекті де кесіп дайындап алдым. Негізі осы тағамға күрдек қоссаңыздар өте дәмді болып шығады, және де күрдектің дәмі ондай қатты сезілмейді. Пиязды осылайынан мен жартылай сақиналап турап алдым. Және де тағамымыз дәмді болу үшін мен сарымсақ қолданатын боламын, яғни чеснок, оны осылай ұсақтап турап алдым. Енді қазір біз осы қоспаларымыздың барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Ол үшін табамызға мен күнбағыс майын құямын. Майымыз сәл қызығаннан кейін біз ең бірінші құйрық майымызды салатын боламыз. Құйрық майымызды салып, шамамен 1-1,5 минуттай осылайынан араластырып тұрып қуырып алатын боламыз. Одан кейін келесі кезекте біздің құйрық майымыз сәл қуырылғаннан кейін үстіне сарымсағымызды, яғни чесногымызды саламыз. Сол кезде бізде сарымсақтың дәмі осы майға сіңіп өте дәмді болып шығады. Шамамен оны да 1-1,5 минуттай араластырып аламыз. Одан кейін үстіне етімізді салатын боламыз. Етті қараңыздар, осындай үлкен-үлкен қылып турасаңыздар, тағамды өте дәмді болып, әдемі болып көрініп тұрады. Одан кейін дәміне қарай тұз қосасыздар. Егер қаласаңыздар қарабұрыш қоссаңыздар да болады. Мен тек қана тұзды ғана қолданып жатырмын. Одан кейін біз қайтадан қақпағын жауып, шамамен 5-6 минуттай етіміз қуырылғанға дейін қуырып алатын боламыз. Одан кейін 5-6 минут уақытымыз өткеннен кейін біз пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қайтадан қақпағын жауып, орташа отта шамамен 40 минутта етімізді пісіретін боламыз. Енді біз қамырымызға кірісеміз. Қамырымыз қараңыздар жұп-жұмсақ болды. Қазір осы қамырды мен осылайынан созып аламын, және де ортасына теңге бір бөлікке бөліп, одан кейін әр бөлігін тағы да бір бөлікке бөлемін. Сонда менде 4 кішкентай қамыр шығады. Біздің қамырымыз кішкентай болу керек. Қазір не себепті ондай болу керектігін видеоның соңында көретін боласыздар. Енді қазір біз осылайынан қамырдың барлығын дөңгелек қылып жинап алатын боламыз. Міне қараңыздар, біздің қамырларымыз дайын болды. Қазір тек қана біреуін ғана қалдырып, қалған үшеуінің бетін жауып қоя тұрамыз. Кішкене құрағын сеуіп астына осы қамырымызды қазір оқтауымыздың көмегімен илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, болғандықтан қамырымыз өте жеңіл оқталанады. Қазір біз осы қамырымызды жұқарғанға дейін жазамыз. Қараңыздар, менде міне осындай қалыңдықта болды. Ар жағынан міне саусағымыз көрініп тұру керек. Осындай қалыңдықта жасайсыздар. Одан кейін шамамен 3 ас қасықтай күнбағыс майын құямыз. Осы күнбағыс майын қолымыздың көмегімен немесе кесішкемен солайынан толықтай жағып шығамыз. Міндетті түрде барлық жеріне толықтай күнбағыс майы тию керек. Сондықтан да барлық шеттерінің барлығына міне осылайынан жеткізіп тигізіп аласыздар. Күнбағыс майын жағып болғаннан кейін бір жақ шетінен бастап міне осылайынан қамырды орап шығамыз. Үстінен баспаймыз, тек қана міне осындай дөңгелек қылдырып, міне осылай соңына дейін орап аламыз. Міне менде осындай қамыр шықты. Қазір біз мантаваркамыздың листына май жағып алып, осы қамырымызды осылайынан міне орналастырамыз. Қараңыздар, міне осындай кішкентай қамыр болу керек. Осы бір листқа мен
екі қамырды қоямын, барлығын тура осылайынан жасап шығамыз. Біздің оған дейін етіміз пісті. Менде шамамен етім 40 минуттай уақытта дайын болды. Сіздердің еттеріңіздің жұмсағанына байланысты. Су қоспаймыз, тек қана майында пісірдік. Енді қазір мантоварканың астына су құйып, қайнатып, үстіне осы қамырларымызды қойып, шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Менде 25 минутта дайын болды. Максималды оттың қызуында пісірдім. Біздің қамырымыз дайын болды, сәл салқындатып аласыздар. Одан кейін, салқындағаннан кейін осылайынан біз қамырымызды кесіп алатын боламыз. Қараңыздар, осылай жіңішке жұқа қылдырып кесесіздер. Осы ұнқордақты негізі барлығын табада пісіруге де болады, бірақ та егер осылай мантоварканың листында осылайынан жеке пісіретін болсаңыздар, біздің ұнқордағымыз мүлдем жабыспай, осылайынан күшті болып піседі. Қараңыздар, міне қамырлардың ортасы мүлдем жабыспаған, осылайынан өте күшті болып дайын болды. Енді біз қазір осы ұнқордағымызды етімізге салатын боламыз. Осылайынан толықтай барлық қамырларымызды осылай кесіп шығыңыздар. Табамызға салып, жақсылап тұрып бір рет араластырып аламыз. Біздің тағамыз дайын болды. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мен осылайынан үстіне пияздарды сақиналап турап, әсемдеп дастарханға ұсындым. Қалаларыңызша әсемдесеңіздер болады. Ас көп қолдансаңыздар да болады, немесе мен сияқты пиязбен ұсынсаңыздар болады. Осындай ерекше ұнқордақты жасап көріңіздер. Аз ғана уақытыңыз кетеді. Және де менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қоңырау белгісін бассаңыздар, жаңа шыққан видеоны алғаш болып көретін боласыздар.